Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазіргі уақытта жаңадан туылған нәрестелердің көбінде кездесетін, көп талқыланатын мәселелердің бірі сарғыштық. Баланың сарғаюы туралы және одан үй жағдайында құтылу жолдарын айтатын боламын. Нәрестелердің сарғаюы жаңа туған нәрестелердің терісі мен көзінің сары түсінің өзгеруі. Нәрестенің сарғаюы баланың қанында эритроциттердің сары пигменті билирубиннің артық болуына байланысты пайда болады. Нәрестелердің сарғаюы жиі кездеседі, әсіресе жүктіліктің 38 аптасына дейін туылған нәрестелерде және кейбір емшек сүтімен қоректенетін нәрестелерде. Нәрестелердің сарғаюы әдетте нәрестенің бауыры қандағы билирубиннен құтылу үшін жеткілікті жетілмегендіктен пайда болады. Жүктіліктің 35 аптасы мен толық мерзімі аралығында туылған нәрестелердің көпшілігі сарғаюды емдеуді қажет етпейді. Сирек қандағы билирубиннің әдеттен тыс жоғары деңгейі жаңа туған нәрестенің миын зақымдалу қаупін тудыруы мүмкін, әсіресе ауыр сарғаюдың белгілі бір қауіп факторлары болған кезде. Терінің және көздің ақтарының сарғаюы. Нәрестенің сарғаюының негізгі белгісі әдетте туғаннан кейін 2-ші және 4-ші күндер арасында пайда болады. Нәрестенің сарғаюын тексеру үшін нәрестенің маңдайына немесе мұрнына ақырын басыңыз. Егер сіз басқан жерде тері сары болып көрінсе, сіздің балаңызда жеңіл сарғаю болуы мүмкін. Егер сіздің балаңызда сарғаю болмаса, терінің түсі бір сәтке қалыпты түсінен сәл ашық болып көрінуі керек. Балаңызды жақсы жарық жағдайында жақсырақ табиғи күндізгі жарықта тексеріңіз. Көптеген ауруханаларда нәрестелерді шығарар алдында сарғаюды тексеру саясаты бар. Педиатрия академиясы жаңа туған нәрестелерді жоспарлы медициналық тексерулер кезінде және ауруханада болған кезде кем дегенде әрбір 8-12 сағат сайын сарғаюға тексеруді ұсынады. Балаңыз туылғаннан кейін 3-ші және 7-ші күн аралығында әдетте билирубин деңгейі ең жоғары болған кезде сарғаюды тексеру керек. Егер нәресте туылғаннан кейін 72 сағаттан ерте шығарылса, босанғаннан кейін 2 күн ішінде сарғаюды анықтау үшін келесі кездесу жасаңыз. Төмендегі белгілер немесе белгілер ауру сарғаюды немесе артық билирубиннің асқынуы көрсетуі мүмкін. Артық билирубин сарғаюдың негізгі себебі болып табылады. Сарғаюдың сары түсіне жауап беретін билирубин қызыл қан жасушаларының ыдырауына босатылған пигменттің қалыпты бөлігі болып табылады. Жаңа туылған нәрестелер өмірінің алғашқы күндерінде қызыл қан жасушаларының көп өндірілуіне және тезірек ыдырауына байланысты ересектерге қарағанда көбірек билирубин шығарады. Әдетте бауыр билирубинді қаннан сүзеді және оны ішек жолына шығарады. Жаңа туған нәрестенің жетілмеген бауыры билирубинді тез шығара алмайды. Бұл билирубиннің артық мөлшерін тудырады. Жаңа туған нәрестенің осы қалыпты жағдайларына байланысты сарғаю физиологиялық сарғаю деп аталады және ол әдетте өмірдің 2-ші немесе 3-ші күнінде пайда болады. Сарғаюдың негізгі қауіп факторларына әсіресе асқынуларды тудыруы мүмкін ауыр сарғаюға мыналар жатады. Жүктіліктің 38 аптасына дейін туылған нәресте билирубинді толыққанды нәрестелер сияқты тез өңдей алмауы мүмкін. Шала туылған нәрестелер де аз тамақтанады және аз дәретке ие болуы мүмкін. Нәтижесінде билирубин нәжіс арқылы шығарылады. Босану кезінде көгерген жаңа туған нәрестелер босану кезінде көгереді. Қызыл қан жасушаларының ыдырауынан билирубин деңгейі жоғары болуы мүмкін. Егер ананың қан тобы нәрестенің қанынан өзгеше болса, бала плацента арқылы қызыл қан жасушаларының қалыпты емес жылдам бұзылуына әкелетін антиденелерді алған болуы мүмкін. Емшек сүтімен қоректенетін нәрестелер әсіресе емшек емізу немесе емшек емізуден жеткілікті қоректік заттар алу қиынға соғатын балаларда сарғаю қаупі жоғары. Сусыздандыру немесе төмен калория тұтыну сарғаюдың пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Дегенмен емшек сүтінің пайдасын ескере отырып, мамандар оны әлі де ұсынады. Балаңыздың жеткілікті мөлшерде тамақтанатынына және жеткілікті ылғалдандырылғанына көз жеткізу маңызды. Зерттеулер көрсеткендей, Шығыс Азиядан шыққан сәбилердің сары ауруға шалдығу қаупі жоғары.
Ауыр сарғаюды тудыратын билирубиннің жоғары деңгейі емделмеген жағдайда ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Билирубин ми жасушалары үшін улы. Егер нәрестеде қатты сарғаю болса, билирубиннің миға өту қаупі бар. Бұл жедел билирубин энцефалопатиясы деп аталады. Уақытылы емдеу айтарлықтай ұзаққа созылатын зақымдануды болдырмайды. Сарғаюы бар нәрестеге жедел билирубин энцефалопатиясының белгілері: құлақсыздық, оянудың қиындауы, қатты жылау, нашар сору немесе тамақтандыру. Нәрестелердің сарғаюының ең жақсы алдын алу дұрыс тамақтану болып табылады. Емшек сүтімен емізетін нәрестелер өмірінің алғашқы бірнеше күнінде күніне 8-12 рет тамақтандыру керек. Жасанды тамақтандыратын нәрестелер әдетте бірінші аптада 2-3 сағат сайын шамамен 30-60 мл сүт қоспасы болу керек. Сіздің дәрігеріңіз нәрестенің сыртқы түріне қарай нәрестенің сарғаюын анықтауы мүмкін. Дегенмен нәрестенің қанындағы билирубин деңгейін әлі де өлшеу қажет. Билирубин деңгейі емдеу курсын анықтайды. Сарғаюды анықтауға және билирубинді өлшеуге арналған сынақтар мыналарды қамтиды: физикалық имтихан, балаңыздың қан үлгісінің зертханалық сынағы, тері арқылы жарқыраған арнайы жарықтың шағылуын өлшейтін тері билирубинометр деп аталатын құрылғымен тері сынағы. Балаңыздың сарғаюының негізгі бұзылулардан туындағаны туралы дәлелдер болса, дәрігер қосымша қан немесе зәр анализін тағайындауы мүмкін. Жеңіл нәрестедегі сарғаю көбінесе 2-3 апта ішінде өздігінен жоғалады. Орташа немесе ауыр сарғаю кезінде нәрестеңіз жаңа туған нәресте бақшасында ұзағырақ болуы немесе ауруханаға қайта жатқызылу қажет болуы мүмкін. Балаңыздың қанындағы билирубин деңгейі төмендету үшін емдеу мыналарды қамтуы мүмкін: салмақ жоғалтудың алдын алу үшін дәрігер нәрестеңіздің жеткілікті тамақтануын қамтамасыз ету үшін жиірек тамақтандыруды немесе қосымша тамақтандыруды ұсынуы мүмкін. Сіздің нәрестеңізді көк жасыл спектрде жарық шығаратын арнайы шамның астында қоюға болады. Жарық билирубин молекулаларының пішіні мен құрылымын несеппен де нәжіспен де шығарылатындай етіп өзгертеді. Емдеу кезінде сіздің балаңыз тек жаялық пен қорғаныш көзге арналған патчтарды киеді. Сарғаю ана мен баланың қан тобының айырмашылығына байланысты болуы мүмкін. Бұл жағдай баланың эритроциттерінің тез ыдырауына ықпал ететін анадан антиденелерді тасымалдауға әкеледі. Сирек ауыр сарғаю басқа емдеу әдістеріне жауап бермесе, нәрестеге қан алмастыру қажет болуы мүмкін. Бұл емдеу әдісі қайта-қайта аз мөлшерде қан алу және оны донорлық қанмен алмастыру. Осылайша билирубин мен аналық антиденелерді сұйылту арқылы жүзеге асырылады. Бұл жаңа туған нәрестенің жан сақтау бөлімінде орындалатын процедура. Нәрестенің сарғаюы ауыр болмаса, дәрігер билирубин деңгейін төмендететін тамақтану әдеттерін өзгертуді ұсынуы мүмкін. Балаңыздың қаншалықты немесе қаншалықты жиі тамақтандыратыны туралы сұрақтарыңыз немесе алаңдатушылықтарыңыз болса, немесе емшек емізу кезінде қиындықтар туындаса, дәрігеріңізбен сөйлесіңіз. Келесі қадамдар сарғаюды азайтуы мүмкін. Жиі тамақтандыру нәрестеңізді көбірек сүтпен қамтамасыз етеді және нәрестенің нәжісінен шығарылатын билирубин мөлшерін көбейте отырып дезинфекцияны арттырады. Емшек сүтімен емізетін нәрестелер өмірінің алғашқы бірнеше күнінде күніне 8-12 рет тамақтандыру керек. Жасанды тамақтандыратын нәрестелер әдетте бірінші аптада 2-3 сағат сайын шамамен 30-60 мл сүт қоспасы болу керек. Егер сіздің балаңыз емізу кезінде қиындыққа тап болса, салмағын жоғалтса немесе сусызданса, дәрігер балаңызға емшек сүтімен қоректендіру үшін жасанды сүтті немесе суылған сүтті беруді ұсынуы мүмкін. Кейбір жағдайларда дәрігер 2 күн бойы тек формуланы қолдануды, содан кейін емшек емізуді жалғастыруды ұсынуы мүмкін. Дәрігерден нәрестеңізге қандай тамақтандыру нұсқалары дұрыс екенін сұраңыз. Міне достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі видеода айтылған ақпараттар пайдалы болса, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіз.